Сәлем достар, сіздер мен EasyKZ. Бүгінгі видео елімізде шығарылатын еврооблигациялар жайлы болмақ. Сіздерге еврооблигацияның не екендігін түсіндіруден бастап, инвестициялық портфолияны диверсификациялау үшін сатып алуға тұрарлық еврооблигациялар тикеріне дейін бөлісетін боламын. Ал видеоның соңына дейін көрсеңіздер, еврооблигацияны қалай сатып алуға болатындығын да көрсететін боламын. Егер сізде әлі облигация туралы түсінік қалыптаспаған болса, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, бірінші облигацияның не екендігін және қалай қызмет ететіндігін түсінетін видеоны көріп алуға кеңес беремін. Сіздер осы видеодан өзіңізге бір пайдалы ақпарат алатындығыңызға сенімдімін. Сол себепті де арнаның дамуын қолдап, бірден видеоға лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Ал енді бастайық. Еврооблигациялар. Ол не? Көпшілік еврооблигацияларды Европа елдерінде шығарылған, немесе евро валютасында шығарылған облигация деп түсініп қалуы мүмкін. Бірақ олай емес. Еврооблигациялар дегеніміз шығарған елдің валютасынан өзге валютамен шығарылған облигация. Мысалы, Қазақстандық бір компания еліміздің қор нарығында доллармен облигация шығаратын болса, ол облигация еврооблигация деп аталады. Байқағандарыңыздай, еврооблигация кез келген елде және кез келген валютада шығарылуы мүмкін. Мысалы, евро, доллар, юань, тіпті теңгемен де. Ал жай облигациялар ол шығарған елдің валютасында шығарылатын облигациялар. Мысалы, Қазақстандық компания Қазақстандық қор нарығында теңгемен облигация шығарса, ол жай облигация болып аталады. Ал американдық компания ақш қор нарығында доллармен облигация шығарса, ол да облигация болып саналады. Сіздер енді облигация мен еврооблигацияның бір-бірінен айырмасын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Көпшілік инвесторлар портфелін диверсификациялау барысында қарапайым облигациядан бөлек еврооблигацияларды да сатып алып жатады. Ондай практика отандық инвесторларда да жиі кездеседі. Сіздер біздің елде еврооблигацияларды сатып ала отырып, доллар мен евромен табыс таба аласыздар. Елімізде шығарылатын еврооблигациялардың көбі доллармен шығарылады және 10%-дан артық жылдық табыстылық береді. Сіздерге қазір біздің қор нарығымызда шығарылатын тиімді еврооблигацияларды ұсынатын боламын. Егер сіздер сол еврооблигацияларды сатып алғыларыңыз келіп жатса, мен көрсеткен тикерді жазып, өз брокеріңіз арқылы сатып алсаңыздар болады. Оны қалай жасауды білмесеңіз, видеоның соңында тағы да көрсететін боламын. Алуға тұрарлық еврооблигациялар тізімімен бөлісуді бастаймын. Ұсынатын бірінші еврооблигация ол Solva компаниясының облигациясы. Бұл компания көпшілікке таныс микронесие беретін ұйым болып табылады. Solva шағын бизнеске, жеке тұлғаларға микронесие беруден отандық нарықтағы лидер компаниялардың бірі болып табылады. Бұл компаниядан несие алмай, керісінше компанияға несие бергіңіз келсе, осы компанияның еврооблигациясын сатып алсаңыздар болады. Еврооблигацияны алу үшін келесі тикерді өз брокеріңізден теріп іздеу керексіздер. Бұл компанияның бір облигациясының номиналы $100. Жылдық пайыздық табыстылығы 10,5%-ды құрайды. Ал купонды әр жарты жыл сайын төлеп отырады. Яғни, бір облигацияны алып, бір жыл бойы портфеліңізде ұстайтын болсаңыз, $10,5 табыс табатын боласыз. $10,5 купон ретінде жыл көлемінде 2 рет бөлініп төленеді. Яғни, әрбір жарты жыл сайын $5,25 төленіп отырады. Сонымен қатар, әрбір облигацияның шектеулі айналу мерзімі болатындығын білетін шығарсыздар. Solva компаниясының еврооблигациясының айналым мерзімі 2026 жылдың 27 маусымына дейін. Келесі сатып алуға ұсынылатын облигация ол Алтын Gold компаниясының еврооблигациялары. Бұл Шығыс Қазақстан жерінен алтын өндірумен айналысатын компанияның еврооблигациялары Астана халықаралық қор нарығында шығарылған.
және оны өзіңіздің брокеріңіз арқылы сатып алсаңыз болады. Сатып алу үшін экранда көрсетілген тикерді өзіңіздің брокеріңізден іздеп, тауып сатып алсаңыздар болады. Бұл еврооблигацияның да номиналы $100. Бұл облигацияның да жылдық табыстылығы шамамен 10,5% құрайды. Және әр 90 сайын купон төлейді. Яғни, облигацияны бір жыл көлемінде портфеліңізде ұстайтын болсаңыздар, барлығы $10,5 табыс көретін боласыздар. Ал әр 90 сайын $2,6 табыс түсіп отыратын болады. Бұл облигацияның айналу мерзімі 2025 жылдың 4 сәуіріне дейін. Портфелін диверсификациялағысы келетін инвесторлар үшін тағы да бір қызықты ұсыныс ретінде CTX компаниясының еврооблигацияларын айтуға болады. Компания маркетинг және эдтех салаларын ұштастыру арқылы жарнамалық қызметтерді жүзеге асыратын жергілікті стартап компания. Бұл компания өз қызметін Турция, Біріккен Араб Әмірліктерінде де ұсынып дамытуда. Осындай стартап компанияға инвестиция құйып, табыс тапқыңыз келсе, экранда жазылған тикерді теріп, өз брокеріңізден сатып алсаңыздар болады. Бұл облигацияның жылдық табыстылығы $11 құрайды. Яғни, бір жыл ұстасаңыз $11 пайда көретін боласыздар. Купондық төлемдер әрбір 3 ай сайын төленеді. Бұл еврооблигацияның айналу мерзімі 2026 жылдың 1 сәуіріне дейін. Айналу мерзімі аяқталғанда, сіз алғаш салған суммаңызды қайтарып алатын боласыз. Келесі ұсынғым келетін облигациялардың бірі Freedom Finance компаниясының облигациясы. Бұл компанияның негізінен акциясында қор нарығынан сатып алуға болады. Компания жалпы банктік, брокерлік және тағы да басқа қызметтерді ұсынумен айналысады. Компанияның облигациясын сатып алу үшін келесі тикерді жазып, өз брокеріңізден сатып алсаңыздар болады. Бұл облигацияның номиналы басқа ұсынылған облигацияларға қарағанда қымбаттау. Бір еврооблигациясы $1000 тұрады. Ал жылдық табыстылығы 11-12% төңірегінде. Яғни, бір жыл осы облигацияны ұстайтын болсаңыз, $120 төңірегінде пайда көретін боласыз. Бұл еврооблигацияның айналу мерзімі 2028 жылдың 19 желтоқсанына дейін. Алып үлгеріп қалыңыздар. Осымен сіздерге ұсынғым келетін облигациялар тізімі соңына келіп жетті. Енді мысал ретінде Solva компаниясының бір облигациясын сатып алуды мысал ретінде көрсете кетейін. Мен сатып алуды Freedom брокері арқылы жүзеге асыратын боламын. Ол үшін бірінші TraderNet қосымшасына кіреміз. Кейін котировки бөліміне өтіп, поиск по тикеру деген жерге алатын облигациямыздың тикерін жазамыз. Тикер табылғаннан кейін, оның үстінен басып, келесі бетке өтеміз. Сіздерде осындай анықтама беретін бет ашылады. Бұл жерде облигация жайлы тағы да қосымша ақпараттармен таныссаңыздар болады. Сатып алу үшін көк торговать деген батырманы басамыз. Сіздерде келесідей бет ашылады. Осы жерге алғыңыз келетін облигация санын көрсетіп, выставить приказ на покупку деген батырманы басасыздар. Осыдан кейін ақпаратты растауды сұрайтын тағы да бір бет ашылады. Ол жерде тағы бір рет растау жасаймыз. Кейін біздің тапсырысымыз нарыққа жіберіледі. Облигация сатып алынып болғанда, сіздің портфеліңізде пайда болады. Мысалға осылай. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жаза кетіңіздер. Сонымен қатар, арнаның дамуын қолдау үшін видеоға лайк басып, арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздерді келесі видеоларда күтетін боламын. Рахмет.